Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен Төлеу Миуа Жұмбарқызы, химия пәнінің оқытушысы, кәсіби өңірі болашақ колледжі. Бүгінгі сабақтың тақырыбы стандартты электродтық потенциалдар. Сабақтың мақсаты стандартты электродтық потенциалдардың мағынасын ашу, металдардың химиялық қасиеттерін сипаттау. 1865 жылы орыстың ғалымы Николай Николаевич Бекетов ең алғаш рет металдардың белсенділігінің ығыстыру қатарын құрастырды. Осы кезде бұл қатар металдардың электрохимиялық кернеу қатары деп аталады. Экранға қараңыз. Металдардың электрохимиялық кернеу қатары литийден басталып алтынмен аяқталған. Солдан оңға қарай жүргенде металдардың тотықсыздандырғыш қасиеті әлсірейді. Кері бағытта жүргенде металдың, яғни қасиеті күшейеді. Металдың белсенділігі оның тұзының ерітіндісіне металл пластинкасын салғанда пайда болатын кернеумен анықталады. Мұндай жүйені электрод деп атайды. Металл ерітінді бөліну шекарасында пайда болған потенциалдың айырымы электродтық потенциал деп аталады. Жеке электродтың потенциалын тікелей өлшеуге болмайды. Сондықтан стандартты сутектік электродпен салыстыра өлшейді. Экранға назар аударайық. Экранда бейнеленген суретте шыны ыдыста құйылған ерітінді, оған салынған электрод зерттелетін және сутектік электрод бар. Пайда болған тізбекте, яғни кернеу пайда болады. Осы кернеуді электродтық потенциал деп атайды. Сонымен қатар оны тотығу, тотықсыздану потенциал деп те атайды. Стандарттық жағдайдағы электродтың потенциалын стандартты электродтық потенциал деп атайды. Оны Е0 дәрежесі таңбасымен белгілейді. Стандартты электродтық потенциал Е0 таңбасының жанында сол потенциалға сәйкес жүйені көрсететін жазу болады. Мысалы, Е0 дәрежесі литий плюс ионы бөлінген литий атомы, Е0 дәрежесі 2H плюс бөлінген H2 жазуы стандартты сутектік потенциалды білдіреді. Енді экранға тағы да назар аударамыз. Сулы ерітінділердегі стандартты электродтық потенциалдар қатары. Қатарға назар аударып қарайтын болсақ, жоғарғы бөлігінде металдың иондары, төменгі бөлігінде металл атомдары орналасқан. Иондардың солдан оңға қарай жүргенде тотықтырғыштық қасиеттерінің күшеюі көрсетіліп тұр. Металдардың оңнан солға қарай жүргенде тотықсыздандырғыш қасиеттерінің күшеюін көреміз. Енді осы кестенің төменгі жағына назар аударайық. Бұл жерде стандартты электродтық потенциалдың алгебралық шамаларының өсу реті көрсетілген. Мысалы, сіздерге түсінікті болу үшін литий минус 0,5, калий минус 2,93. Металдар үшін стандартты электродтық потенциалды эксперимент жүзінде анықтайды. Бірақ сілтілік жер металдарының электрондық потенциалын теориялық жолмен есептейді. Сонымен стандартты электродтық потенциалдар қатары металдардың химиялық қасиеттерін сипаттайды. Екінші, потенциалдың алгебралық шамасы неғұрлым аз болса, бұл металдың тотықсыздандырғыштық қабілеті соғұрлым жоғары болады. Ал оның иондарының тотықтырғыштық қабілеті соғұрлым төмен болады. Енді электрохимиялық кернеу қатарындағы орнына байланысты металдардың қасиеттерін салыстырайық. Экранға назар аударамыз. Кернеу қатарында атомдар, металдың атомдары, яғни оңнан солға қарай жүргенде атомдардың тотықсыздандырғыштық қасиеті күшейеді. Ал металл иондарының қасиеті солдан оңға қарай жүргенде тотықтырғыш қасиеті күшейеді. Енді кәдімгі жағдайда сілтілік металдар тотығады,
магнийден сутекке дейінгі металдар қыздырғанда тотығады, сутектен кейінгі металдар тотықпайды. Енді сумен әрекеттесуін қарастырайық. Қатардың басында тұрған металдар кәдімгі жағдайда сумен әрекеттесіп сутек ионын және металл гидроксидін түзеді. Магнийден бастап сутекке дейінгі металдар қыздырғанда сумен әрекеттесіп сутек газын және металл оксидін түзеді. Сутектен кейінгі металдар сумен әрекеттеспейді. Енді қышқылдармен қасиетін қараған кезде сутекке дейінгі металдар қышқылдармен әрекеттесіп сутек бөліп шығады. Бірақ бұл ережеге концентрлі күкірт қышқылы мен концентрлі азот қышқылы қатыспайды. Сутектен кейінгі металдар қышқылдармен әрекеттеспейді. Бірақ концентрлі күкірт қышқылы мен концентрлі азот қышқылы әрекеттеседі қыздырған жағдайда. Кестенің төменгі бөлігіне назар аударайық. Мырыш плюс мыс хлориді тең болады мыс плюс мырыш хлориді. Бұдан не көреміз? Белсенділігі жоғары мырыш тұзының құрамынан мысты, белсенділігі төмен мысты ығыстырып шығару процесін көреміз. Табиғатта сутекке дейінгі металдар үнемі қосылыс түрінде кездеседі, ал сутектен кейінгі металдар қосылыс түрінде де бос күйінде де кездеседі. Металдардың кернеу қатарын қолданған кезде олардың қасиеттерін, ерекшеліктерін есте сақтау керек үнемі. Енді құрметті студенттер, экранға қарап фигураларды таңдап алып топтарға бөлінеміз. Тапсырма: ойлан, бөліс әдісі бойынша. Металдар тобына металл мен тұз ерітіндісі арасындағы мүмкін болатын реакция теңдеулерін аяқтаңдар. Мырыш плюс мыс хлориді, мыс плюс күміс нитраты, мыс плюс магний нитраты. Дискрептор электрохимиялық кернеу қатарын қарайды, теңдеулерді жазады, теңдеулерді теңестіреді. Биметалдар тобына тапсырма: мыс хлориді ерітіндісіне 5,16 грамм темір пластинка батырылды. Мыстың масын есептеңдер. Дискрептор теңдеу жазады, салыстырмалы молекулалық масын есептейді, математикалық пропорция әдісімен мәнін табады. Элементтер тобына Вен диаграммасы, электродтық потенциал, стандарт электродтық потенциал. Дискрептор ұқсастығын жазады, айырмашылығын жазады. Тапсырма орындауға 1 минут уақыт. Енді экранға қарап өз жауаптарыңды тексеріңдер. Бірінші, металдар тобының жауаптары. Екінші, биметалдар тобының жауаптары. Үшінші, элементтер тобының жауаптары. Әрбір студент өзін өзі бағалайды бағдаршам әдісімен. Металдар тобы: жасыл түс жақсы. Биметалдар тобы: қызыл түс өте жақсы. Элементтер тобы: жасыл түс жақсы. Құрметті студенттер, мен жаңа тақырып бойынша сұрақ қоямын. Өз ойларыңды жинақтап, нақты жауап беруге дайындалыңдар. Кері байланыс бес саусақ әдісімен. Нені білдім, нені үйрендім. Экранға қарап, өз жауаптарыңды тексеріп көріңдер. Сіздер бүгінгі тақырып бойынша жинақтап, өз пікірлеріңізді ұсындыңыздар. Бұларыңызға рахмет. Енді үй тапсырмасы беріледі сіздерге. Параграф 5-4, оқулықтың 128 беті. Акты материалын пайдаланып, яғни дәптерге жаңа конспекті материалын дайындайсыңдар. Сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.